балам жыламаса болды деп оның алдына телефон тастаған. Адамзаттың дұшпанын тәрбиелеп өсіріп шығарасын. Қалған дүниен күйіп кетсін. Бір уғы болып жүрген домбыра ғой бізде. Ол ана баланың кеудесіндегі бос нәрсенің бәрін YouTube арқылы толтырып алады. Үлкен бір сылтау бар. Ақылының атырабы жеткен жерге дейін ұлттық мүддені ойлайтын, көз ашық, көкірегі ояу қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін пайым-тайым студиясында елге белгілі жыршы Берік Саймағамбетов ағамыз келіп отыр. Ағамыздың бізбен тарқататын тақырыбы жастар тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтардың орнағы. Қазір бір ақсақал бір ауылды бағындырып отқан, заманды армандайтын кезді келіп қалдық. Қазір бір келінге жете алмай қалдық. Кешегі шын болаттар шыңғырып айтқан шындықтың ішінде осы дүниелер бар еді. Жастардың тәрбиесі телеэкранға қарап дейтін ек, қазір телеэкранға қараған жастарды тәуір көретін болдық. Мынау смартфонға қарайтын жастар көбейіп кетті. Тәрбиелері тентектіктің шегіне жетіп жатыр. Неден ұтылып жатыр, неден ұтып жатырмыз? Өзіңіз бір кеңінен тарқатып айтсаңыз. Жалпы дәл осы шақта біздің ұлттың ұтып атқаны шамалы. Бірыңғай ұтылыста келе жатыр. Тәрбие дегеннің өзі түрі көп, мақсат қана бар нәрсе. Яғни сен біреуді тәрбиелесең, сенің мақсатыңа қарай ол бала тәрбиеленеді. Баланы бастан дейді қазақ. Сонау бесікте жатқан кезден бастап тәрбие сіңу керек. Қанішер тәрбиелесе, баланы қанішер қылып шығару мүмкін. Қартапаз тәрбиелесе, баланы сол қартапаз қылып шығару мүмкін. Жақсы, зиялы адам тәрбиелесе, сол зиялы кәдімгі ұрпақты тәрбиелеп әкелу мүмкін. Сондықтан тәрбие деген нәрсенің түрі көпті, былай ол жерде мақсат қана айшықтап тұрады. Біздің ұлттық тәрбиеміз осы адами болмысын қалыптастыруға. Яғни болмыс деп айтып атамыз ғой. Мысалы, адамның бойындағы наным, сенім, салт, дәстүр, әдет, ғұрып, осы алтауы мысалы болмыстың алты тағаны болатын болса, сол ұлттық болмысты қалыптастыратын біздің тәрбиеміз туған кезінде. Қазіргі кезде біз балдардың тәрбиесін YouTube'ға бердік. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Бесіктен белі шықпаған бала телефонды бересің, ол сен білмейтін функцияларды біледі ана ішіндегі. Тауып алады соны. Ғылымда оны акселеризация деп айтады. Егер бізді қайтадан тудырып, сол баланың қасына келіп қоятын болса, біз ананың қасында мәгәс болады екенбіз. Ананың білмейміз функциясын. Мына қазіргі балдардың, Z балдар дейміз бе, не дейміз? Ішкі сұраныстан олар дамып кетіп тұр ма сонда? Олар солай туа бітті, солай болып тұрдыр. Сондықтан осы нәрседен қалай қашықтатамыз? Ең бірінші мәселе сол нәрсе. Қазіргі біз баланың тәрбиесі деп айтып жатырмыз, бірақ орта буын қазіргі бізден соңымыздан келе жатқандардың өзін тәрбиелеу керек ата-аналардың. Баламен қосып. Яғни балам жыламаса болды деп оның алдына телефон тастаған, ол кешірілмейтін күнә деп ойлаймын. Өйткені себебі ол балаға сен ұлтыңның тарихын, ұлтыңның құндылығын, ұлтыңның дәстүрін, салтын бойына сіңірмесең, ол ана баланың кеудесіндегі бос нәрсенің бәрін YouTube арқылы толтырып алады. Ол интернет деген бүкіл әлемнің лақтырып тастайтын, мусорды тастайтын жері. Күл қоқысты тастайтын жері.
оның ішінен біз ұрпаққа қандай тәрбие алуымыз мүмкін? Арнайы бір платформалар болмаса, біреудің свалкасында жатқан нәрселер біреудің ғой. свалкасында жатқан нәрсе, біз өкінішке орай біз ұрпағымызды сонымен тәрбиелеп отырмыз. Яғни қазіргі жаһандану заманында кәдімгі қол тимейді деген бір үлкен бір сылтау бар. Қалған дүниең күйіп кетсін, сен ізіңнен жақсы ұрпақты тәрбиелеп шығара алмасаң, өмір сүргеніңнің бәрі бекер. Енді жаңағы небір білімді бергенмен, бірақ тәрбиесі болмаса адамзаттың дұшпанын тәрбиелеп өсіріп шығарасын дейді ғой. Енді мысалға осы атом бомбасын ойлап шығарған адамдарда ана кімнің Калашниковтың сөзі бар ғой өзінің. Менің қолымнан шыққан қарудың осыншама террористердің сүйіспеншілігін оятатынын білгенімде газонокосилка ойлап шығарар едім. Одан шөп оратын ба бір нәрсе ойлап шығарар едім деп өкініштен өксіген кез болған екен. Сол сияқты енді кейде біз шынымен де ғылымды беріп отырып та кейде сол иманкершілігін бермей қаламыз. Содан кейін жаңағы қару өлтіру адамзатқа, жалпы адами затқа зиян нәрселерді зерттейтін ғалымдар да көбейіп кетеді. Бірақ енді оның ар жағында адамзатқа деген махаббаты болса, бәлкім ондай нәрсенің алдын алар ма еді. Сол енді өкініштің барлығы айналып кеп өзекті тебеді. Ана қол тимейді деп атсыз ғой. Қазір енді ешкімнің қол тимейді. Қол тимейді деген бұл ұранға айналған. Бірақ пададан мал күтіп атқан қатын жоқ қазір. От жағып атқан. 2 үйір жылқыны жайлап барып, қарап, саяғын ажыратып, жайлауға жайлатып, қыстауға қыстатып, азынан ерте кешке дейін жылқы қуып, қарақазан сарбаланың қамы үшін тақымы талып терлеп жүрген ер адам да жоқ. Бірақ әйтеуір не деген тимейтін қол ол. Сондай. Не деген тимейтін қол. Бұл нан жауып атып, тезегі түсіп кетіп атқан жоқ. Ешкімнің кір жуып, қолы ойылып атқан жоқ. Ыдысына дейін таяты машина жуып береді, бірақ сол өзінің былайынша отбасына бөлетін 2 сағатын экранға қарап отырып өткізіп алып жатыр. Сол енді осы қол тимейді дегенге бұған бір жазалау ма, болмаса бір жаза болмай ма, осы өтірік сылтау айтатындарға. Жалпы әрбір мемлекет өзінің сол мемлекетте тұратын азаматтардың дұрыс жолға жүруіне мүдделі болу керек. Бұл идеологиямен келетін дүние ғой. Осыны жалпы ішкі ереже қылып, егер баланың тәрбиесінде ата-ананың жауапкершілігі ерекше жауапкершілігі жоғары деп беретін болса, мысалы, сол кезде барып түзелетін шығар деп ойлаймын. Қазір енді заңға кеше осы өзгерістер енді ғой, енді күшіне енейін деп жатыр. Құдай қаласа конституция жаңа өзгерістер енген. Бала боқтаса ата-анасына айыппұл салынады. Егер бала жасы келген болса өзіне салынады. Баланың сөзіне дейін ата-ана жауапты, заңмен жауап береді деп жатыр ғой. Бұл енді жалпы мемлекет жағынан бір қатты, мен енді көп нелерді байқамаймын. Бірақ бәрібір ата-ана жауапкершіліктен қашып тұр осы кезде. Мектепке жаба салу, болмаса бір жаңа тәрбиешіге жаба салу, балабақшадағы, одан қалды көшеге жаба салу, орта бұзды деп, одан кейін өзінің әлеуметтік жағдайын сылтау қылу, толық емес отбасыда недік деп. Әйтпесе Бауыржан атамыз да толық емес отбасыдан шыққан, кешегі зиялы қауымның барлығының, толық емес әкелерінің барлығы майданда шахид кешкен, аштықта, аштан өлген, шекарасы өлген, ешқайсысының отбасы толық емес, былай қарайтын болсақ, егер оны сылтау қылатын болсақ. Ол сылтау емес қой. Сондықтан ұрпақтың біз өзіміз бір сылтау жасап берген жоқпыз ба, мынау медиа барлығы осын жазып айтып толық емес отбасынан екен,
деп таңып оларға аттанып, мысалы бұзық болса ой осындай екен деп. Баяғыда мектепте жүрген кезде бұзықтық қылып біреумен төбелесесің, бірдеңе болады. Сонда ағайын ұрады, соны үйге айтып келсең, атанаң қосылып ұратын, сонымен қосылып. Біз енді сондай таяқты жеген поколениеміз. Өзің бұзық болмасаң, саған ешкім ештеңе демейді деп айтатын. Сен бірдеңе бүлдіргенсің, әйтпесе неге ұрады мұғалім? Сен неге ұрады болмаса деп сөйтетін тұғын. Ал қазір қол тиіп кетсе мұғалімнің, қол емес тілі тиіп кетсінші, ата-анасы бүкіл ағайын туған ертіп, милициясымен қосып, сол жерде тұрады, полициясымен қосып. Бұл деген мұғалімді шектейді деген сөз. Яғни тәрбие беретін мұғалімді шектейді. Ата-ана сәйкесінше, мысалы керісінше оған мұғалімге көмектесіп тұрса, екі жақты тәрбие сол кезде болады. Мысалы ата-ананың қасында бала тәуліктің 24 сағаттың айтайық, енді 17 сағат деп айтайықшы, енді қалған ұйықтайтын уақыт болсын, 17 сағаттың мысалы 10 сағаты ата-ананың қасында. 7 сағат, 6 сағат мұғалімнің мектепте болады. Ол байғұстарға не деп кінә артасың мысалы? Уақытының көп бөлігі ата-анасының қасында, сосын әрбір ата-ана өзінің ізінің дұрыс болу үшін жауапты емес пе? Баяғыда қалай тәрбиеледі қазақ? Қазақ қиссамен тәрбиеледі баяғыда. Шалдар отырып алып, қисса дастандарды айтатын. Оқытатын. Мен мысалы сол қисса дастандарды оқыған адамның біреуі, мысалы. Ең соңғы поколениелер шығармыз, мысалы. Шалдар қызық көріп, отырып өздері тыңдайды, өздері қайталайды. Жылап отырып тыңдайды. Сен ананы оқып отырасың, өзің ойын қалып бара жатыр. Терезеге қарап қойып, сол жәутеңдеумен ананың қасынан шыға алмайсың, оқып отыратынбыз. Ұйықтап кетіп жатсаң да соны жаттап алғансың, сосын арасында Жиделі бассейн жерінде Қоңырат деген елінде Байбөр деген бай шықты. 90 мың екен қарасы, мұрындық ноқта тимеген, түйешілер мінбеген, 80 мың екен маясы, тоғай сайын бір жылқы, есебі жоқ көп жылқы деп автоматпен кете береді. Автомат кете бересің, ана қалқып мүлгіп отырып. Сөйтіп отырып, сол кісілер баласына тәрбие берді. Өздері рухани азықтанды. Қазіргі кезде ол мүлде басқа нәрсеге келді. Қазір енді дамыдық дейміз, жетілдік дейміз. Бірақ ақылымыз қайшамада. Әлем технологиямыз дамып кетті. Ана Америкада отырған адам мен осы жақта отырып, қазір кәдімгі сөйлесе береміз. Болмаса басқа бір әрекеттерді жасаймыз, саудамызды жасаймыз деп жатырмыз. Ал енді, ладно, ол технологияның жұмысы ғой енді, я. Ал адамзаттың ақылы қай деңгейге келді осы кезде? Тежеліп атқан сияқты. Біздің бұрынғы өтіп кеткен ата-бабаларымызбен салыстырған кезде солардан биік па деген сияқты ойға келесің да. Әрине олардан биік емес. Ғылым яғни рухани қанша ғылыми дамығанмен, технологиялық дамығанмен, бірақ рухани тежеліс бар. Тежеліс бар ол. Ол уақыт, ол адамдардың ғылымы болмағанмен пайымы жоғарды. Пайымы жоғарды. Көргені бар. Көргені көп. Тәжірибесі мол. Өмірдің уақытша екенін біледі. Сосын осы қазір соңғы кезде осы сенікі не деген бітпейтін бақыт, не деген қуаныш деп айтқан екен бір көкеміз. Сол сияқты мына қазіргі балдардікі осы не деген бітпейтін травма болып кетті. Бергі аға осы ананы қит етсең травма, мынаныкі травма. Осы бізде соны осы медиамен қатты күшейтіп жаңағы үрлеп алған жоқпыз ба? Осы көрігін басып жібердік ау деп балалар қорғау деген. Оны балдарда соның ыңғайына қисайып, жаңа иініне иіліп, ойбай, мен травма десе, травма алдым дегенге келіп, ол тепсе темір үзетін 14-тегі, 15-тегі балаға не травма? Мен соны түсінбеймін. Мысалы, осы нәрсе балалар құқығын қорғау туралы заңның шеңберіндегі болған нәрсе ғой енді, иә. Сол заң қаяқтан алды?
қызығы сол да оның. Қаяқтан көшіріп алдық біз оны. Біздің менталитетімізге келе ма, келмей ма? Кейде мынау халық қалаулыларына да ренжисің. Өйткені себебі сол кісілер кәдімгі елдің сөзін сөйлейді деп өзіміз қолымызбен сайлап жібердік қой енді. Сол заңды қабылдайтын кезде, әрбір заңды қабылдайтын кезде қарау керек қой ол кісілер. Бұның шығу тегі қайда? Біздің қазақтың анау тамырынан келе жатқан салдары қалай болады, қалай сәйкес келеді соған? Ертеңгі салдар қалай болады? Ел халықтың наразылығын тудырмай ма деген сияқты бір сұрақтар болу керек қой деп ойлаймын да. Бізде осы бір қол қоймен кетіп қалмай ма көп нәрсе осылай? Қолдайық деп. Бізде бір науқаншылымыз ғой негізі. Ортасында отырған жоқпыз, білмейміз ғой, бірақ дегенмен әрбір нәрсені бір қазақ үшін қажетті бір әріп қабылдаса да, соны ойдың, ақылдың сүзгісінен өткізу керек қой деп ойлаймын да. Травма деген нәрсені мен түсінбеймін. Бізді қамшымен бір тартатын бар анаяққа деп. Сонымен жүгіріп кететінбіз. Ағам келіп басыңнан бір ұрады. Не қылып тұрсың, ананы алып кел деп. Сөйтіп өстік қой, бірақ травма деген нәрсені көрген жоқпыз былайша. Ол не деген травма деймін ғой. Сол жаңа шылбырмен тартқанға қуанатын едік, әйтеуір жүген түйіп кетпесе, тәуекел қалған. Ана Құран несінде іліл тұрады ғой шылбыр. Ең енді қамшы сарайда тұрады, ертоқым қасында. Ең дежурный таяқ жеген дүниеміз сол енді шылбыр ғой. Ана ағаңда тартып жібереді. Әкеңді кейде қолынан табыла қоймасаң тартып жібереді. Одан біз мен травма алмадым өзім, жеке басым. Бәрімізде травма. Оны қайта біздің кезімізде ол шықпаған ауру. Оны арқамызды көрсетіп, анау Икрам ағама барып көрсетіп, мақтанып жігіт болғанымызды көрсетіп, ой деп оларда. Соны білмеймін, травма деген біз ағайлар болды, құлағым осы түсіп қалатын шығар деп ойлайтынбыз. Ана құлақты бұраған кезде или жұлып алатын шығар мына құлақты, соншама енді мына құрбақаңды екі шығарып екі кіргізетін ағайлар да болды. Кәдімгі ол кезде білмеймін ғой, көбінде суықта жүре ма балдар. Сыздауық-пыздауығымен пырым-пырымын шығарып құйрығынан тебетін ағайлар да болды. Бірақ оның бәріне рахмет айтып, осы күн дұға қылмасақ, о кісілерге ренжіп жатқан бала жоқ. Сол таяқ жеген балдардың барлығы. Бор тиген басына балдар да жетеді. Ол кездің бор енді өзі аға сіз білесіз енді. Біздің кезімізден бастап бері қарай ана ұзын бор шықты ғой, оның алдында тас бор еді ғой. Тас бор ғой. Ол ана мүжіле қоятын бор емес ол, темір тас сияқты. Сонымен де ұрып, указкілер бір қарсы қалғанша таяқ жеген кездерімізде болды. Ана ұрып атқан кезде тез қанап кетсе екен, басым айтып, қан шықса қоят шығар десек, одан самай ұратын апайлар болды. Рахмет. Көбісі кетіп қалды, имандар саламат болсын. Бірақ сол апаларымыздың, ағаларымыздың ұрғанына шүкір дейміз. Әйтпесе біз мына студияда отыратын бедік, әлде басқа жерде жүретін бедік. Сол кейбір баланы ақиқат, жаңағы закон қуаты қолында болса, абай айтады ғой, тәрбиеге көнбейді дегеннің тілін кесер едім деп. Үйдегі 5 балаңның өзінің бәрін бірдей тәрбиелей алмайсың. Оның біреуіне күш керек, біреуіне сөз керек, біреуіне кейде шынымен де шылбырмен тартып жіберетін жері болады. Оны енді әке-шешесі біледі ғой. Оны неге мен өз баламды асырап бағып айтқанымды көндіре алмасам, мен неге заң алдында жауап беруім керек деп кейде бір ішкі наразылығым оянады енді мен. Бірақ енді көзін шығарып, басын жарып қойып атқан ешкім жоқ ол кезде де. Анау енесі тепкен құлынның еті ауырмайды дейді ғой. Біздікілер не ауырып қала беретін болды осы қазір. Шыбық дейміз, шыңқ етеді. Шыбықпен де жедік, сабаудан да таяқ жедік. Қазір бірді, бірақ енді сол шыңды алып қайта ары қарай арманыма құлашырам дегендей сөйтіп құлашырып кетіп ек, сол бізге бір мотивация еді. Ол ойсыздықтан болып жатыр да осының барлығы. Біздің 20-ға келген тепсе темір үзетін біздің балдарымыз мысалы көп нәрсені ойламайды. Осыдан 20 жылдан кейін енді сен не боласың? Сені қандай нәрселер күтіп тұр, қалай болжай аласың алдыңда?
мен мынандай жетістікке жетемін деген нәрсені айта аласың ба деген кезде барлығы үнсіз қалады. Қазір не істеп жатсың десең, оқып жатырмын дейді. Онымен басқа қандай нәрселермен айналысып жатсың. Ертеңгі өміріңе қажет болатын мынандай мысалы кәсіпті бастап, болмаса басқа бірдеңелерді сондай жазумен айналысып, сондай жасап жатсың ба десең, жоқ дейді. Мен айтамын, сен TikTok көресің, Threadsқа кіресің, соның ішінде бір ұнаған біреудің астына пікір жазасың, болмаса Инстаграмнан бір қыздармен қаталысасың. Болды, басқа не, сондай ма? Иә дейді. Сонда 20 жылдан кейін сен кім боласың? Кіммен қаталыса бересің дейсіз ғой. Не деген қатыл үзілмей 20 жыл келіп тұра береді. Десең, оған үндемейді. Сонда мен студент балалардан сұрастырамын ғой енді. Бұл масса солай қазір. Енді бірен-саран біздің ақылды балаларымыз бар шығар, бірақ көпшілігі дәл осындай формада нәтижесіз өмірге үйреніп алды ғой, иә. Кішкентай болса да бұл продуктивный нәрседе шығармашылық, ана Сұлтан Сүлейманның заманында жалпы мына басшылыққа, уәзіреттікке, қызметке дайындаған балдардың барлығы ең бірінші жасайтын қызмет зергерлік екен. Майда дүниелерді күшпен жасап, ана қолын кесіп, қолын қысып, ана қолына кейде тығып алады қашауды нені. Бірақ ана нені керемет дүнияны шығару үшін шыдамдық керек. Ол жерде жүйкенің сыр бермеу керек, табандылық керек. Осындайдан бастайды екенді. Жаңа бізде қазақта да бар ғой ол енді. Жаңа бұзық балаға қой бақтырып, момын балаға жылқы бақтырып, бір жыл жылқы қуған баланың бірден несі оянып кетеді ғой жаңа. Айқайы, несі көбейіп, күшейіп, тестостерон көтеріліп кетеді. Жылқыға айқайлап жүріп. Бірақ енді осы нәтижесіздік нәр дүниеге бір әбден енді барынша қазір енді ол қаланың адамы ғой. Оған пәлен түген дей алмаймыз, бірақ енді біздің ұсынып атқан дүниелеріміз тірі нәрсеге жауап беріп үйренсін. Тым болмаса бір попугай. Торда тұрса да, әйтеуір сол балық аквариумда. Әйтеуір жаңағыдай құтырғаннан аман, жаңағыдай укол салынған таза болса мейлі, мысық енді ит қарам болып кетеді ғой енді. Жер тамдағылар болмаса, ол итті де апасына ғой қиындау қоссан. Ана тірі нәрсеге бала жауап беріп үйренсе, сол шамалы мейірімі оянады. Ол өйткені өзіміз көрдік. Талай әдем марқа күнінен баптап өсірген қойымызды көзімізше сойып жеп алдық қой енді, өзімізде жедік оны. Сол кезде алмаған травмалар ғой енді біздікі. Бірақ өмірдің қаталдығы да солай үйрену керек бала. Анау не только сен көз алдындағы жақын адамдарың, анау жаңағы атаң, әжең, тағы басқа кетеді. Соны енді ана өмірдің қаттылығын көріп үйрену үшін ол да. Сосын бізде жауынгерлік тәрбие болды ғой көбінде. Көп сөз жоқ. Садағың мықты болса, қылшың мықты болса, астында мінген атың мықты болса, ары қарай тамақ бір-бірден тіленбейсің. Бөрінің азығы, ердің азығы жолда. Құдай несібеңе қарай береді. Бірақ ана жұмыс жоқ енді, жұмыс күтіп жатырмын деп 6 ай жататын біздің бабаларымыз болған жоқ. Олар жолдан көрді, нәсібәсінен көрді. Алдында, бірақ ол жүріп тоқтаусыз, жүріп отырып көрді ғой. Қазір біз тоқтаулы өмірдеміз. Анау жаһанданудың бір үлкен тежеліске алып келген жаһанданудың идеологиялары бізді қатты сындырып жіберді. Мысалға, бергеға ана попкорнды алып отыра қалу. Бүкіл бала шағасымен попкорнды алып экранның алдына отыру деген мәдениетті енгізіп жіберді бізге. Содан біздің қазақтың бәрі, мынау дамығаны осылай болады екен деп, попкорнды мына ыдысымен, қазанымен алып отыратын болды, шелегімен алады. Азынан кешке дейін ана коланы ішеді. Ол батыстың анау бір айда бір көретін киносын біздікілер күнде сонымен көретін болды. Ауру, сырқау, телміру деген нәрсе солай келді негізі өзі. Бірақ біз байқамай қалдық оны. Жаһанданудың жаңа қара тастың үстінде қараңғыда қара құмырсқа келгендей қылып келеді дейді ғой, әзәзілдің тәсілдері. Сол сияқты ол әдемі қылып
былай бақытты отбасын көрсетіп отырып, бәрі күліп отырып, жаңағы әртіс болып отырып жасайды ғой жарнаманы. Соны бізге сол еніп кетті. Еніп кетті сөйтіп. Енді содан арыла алмай жатыр, ана попкорннан да арылмай. Шораяқтың Омар айтады ғой, баласы Шайқыға жазып атқан: шырағым шынменен не саумысың қи, басыңнан бағдар әжең таймасын кей, жасыңнан барып тұрсың базар жайға, өнердің порасын қой жібегін жей. Ай сайын әр насихат аңлатамын, қауіп ойлап толқима деп қатпаған мей. Тұрғанда бидай пітеу нан болмайды, теріде тон болмайды көрмеген ей. Ей шах. Елдерде талай адам жүр ғой деме, ілімсіз іске аспайды дәркілдеп бей. Тайыңнан тасақырға дайындадым, беліңді берік байлап айылдадым. Пайдасын отбасының ойламай-ақ заңы деп заманының қайымдадым. Жастардың алдында бір күдері бар, қайырып жаудан жылқы айырғаның. Егерде ақпағылақ ақмақ болсаң, қайтейін басып келдім айырғаның дейді. Шораяқты мен Кантқа ұқсатам кейді. Аға, о кісінің жаңағы науқас болғаны, жас күннен сөйтіп ауылынан көп ұзаққа шыға алмағаны, сөйте жүріп терең философиялық ой жазуы, мынадай дүниелерді негізі мына харппен жазып отыр ғой. Бұл жерде өлеңді харп арқылы да беріп отыр. Жаңағы қазақта сөз бар ғой, әліпті таяқ деп білмейтіндер көпті. Баласына осындай алаңдауы, сол кездегі жалпы. Анау қазақ ұйықтап жатқанда да үстіне келіп тұрады екен ғой. Мына балам бұлай ұйықтайды, мына балам жатысы бұлай. Ай, осындай болады, қауіптеніп. Біз ұйықтап бұлай тұрсын, тамақ жегені, жуынғаны, тұрғанына қарамаймыз ғой. Ол кезде ұйқысына дейін бағып отырған ғой. Соны енді балаға жалпы негізі осындай бір 40 үйден тыйым дейтін еді ғой қызға. Негізі қазір ұлға да тыйымын көбейетін уақыт келді. Өзін көрсететін уақыт келді. Бізге бір осы аға буын енді орта буынның бір қатаятын қолды көтереді дейтін еді ғой баяғыда. Қол көтере салмай, осы кезде жұдырықты жұмып, бүкіл қайратты жиятын кезге келіп тұр. Жаңағы Қытайлардың қарғысы бар екен ғой. Я желаю, чтоб ты жил во времена перемен деп қарғайды екен ғой. Мына ауыспалы кезеңде, өлі арада ауыспалы кезеңде өмір сүруіңді тілеймін деп. Енді жаңа абыржыны білесіз ғой аға. Теңіз кетіп қалады, су кетіп қалды, қайық қайырлап қалды, бірақ ақылды балықшы жаңа абыржының уақытында да ауын бүтіндеп, сүңгісін қайрап, қайығын сайлап, жаңағы қара қайық болса майлап, бәрінің өзінің жолымен, ретімен дайындалып отырады. Өйткені абыржыда ұзаққа кетпейтін уақыт қой, бір күн теңіздің келетіні анық. Бізде сол теңіз кетіп қалды деп қазір қолды көтеріп қоя салуға болмайды. Бізде мүмкін осы шынымен өлі ара шығар. Шынымен біздің заманымыздың бір абыржы уақыты шығар осы. Бірақ ертең бір сондай бір жақсы поколение келеді деген үміт менде бар. Өйткені өзім үй жақтан бір бала шығады таң атпай, таң қараңғысында домбырасын асынып. Мынау Абылай мектебінің қасында қысты күні өтіп бара жатсам, остановкада бір бала отыр екен. Негізі жақында алған ау домбыраны. Остановкада тартып отыр екен, аялдамады. Қайта өзі ана қызығып. Соны ана екеуін бір күнде қатар көргеннен кейін маған бір үміт ұялады. Жақсы, әдемі бір ұрпақ келе жатыр. Остановкада отырып ата бабасының домбырасын шертіп соған қызығып отқан ұрпақ ертең жаман болмайды. Бұл көмейіне домбыраның күмбірі сіңген, жаңағы ауылда бір ақсақалдар болды ғой, енді біз енді сол ақсақалдарды көрген, біз бақытты шығармыз, Аллаға шүкір. Ана баласы сұлу жоқ қой, соны тістетіп қойып, домбыраның басынан тістетіп қойып тартатын еді ғой, жарықтықтар тісіме. Оны мен енді баста мән бермедім, оны бір мазақ істейтін шығар десем, ана тістің нерві арқылы жете ма, ол қаяқтан келген тәжірибе екен деп тістетіп қойып тартып отқанды да көрдім. Тез барады, тез үйреніп алады деп жаңа не қылып.
міне соны тартқан балдар жаман болмады ғой. Кешегі енді кетіп қалай жаңа ерлермен кеңес құрар күн қайда деп ол біздің бабаларымыз кетіп болғанның кеңесін аңсап кетті кешегі. Енді біздің де аңсауымыз сөзсіз ғой біреулерді жалпы. Бірақ енді идеальный қоғам еш уақытта болған емес. Ол барлығы іздеумен өтті. Жерұйықты іздеді, жаңағы утопияны іздеді деген сияқты. Әлі күнге дейін Атлантиданы іздейтіндер бар. Антик заманынан бергі Платондардың да арманы болған. Сол енді бізде бір нәрсені іздеудеміз ғой, бірақ сол іздеу арқылы да ұлы мұрат қойып алдыға, сол ұлы мұрат жолында ұрпақ тәрбиелей алсақ, өтемістен 10 едік, 10-ымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол едік дейді. Қазір 100 адам не шешеміз деп отқандар көп қазір. Айналдырған біз 500-іміз біз не істейміз деп отырғандар көп. Жаңағы шарқырып, шақшадай бас шарадай болып. Ал енді Махамбеттің өлеңін қараңызшы. Өтемістен 10 ақпыз деп отырған жоқ. Өтемістен 10 едік. 10-ымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол едік. Не деген сенім, бір-біріне деген, не деген анау арқа сүйеу, бауыр мен бауырдың, ер мен ердің арасындағы ол жер қайысатындай рух көрсете алатын не деген он адам ол не деген тәрбие. Міне осы нәрсені біз қайта жандандыруымыз керек сияқты. Осы жаңа айтып жатсың ғой, домбыра ұстап жүрген бала ол өте тәуір бала. Үмітің алдамасын. Шын айтайын, қазіргі балдар өте келе жатыр, жас балдар, кішкентай балдар біз. Толық емес отбасы дейміз ғой. Әйелдің бәсін жоғары қылды, еркекті төмендетті, екі адам сөзге келісіп келмей қалса, содан сот баланы әйелге беріп жіберді. Яғни ол баланың тамыры үзілді деген сөз. Ол баланың ертеңгі күні есейіп ер жеткеннен кейін бір нәрсе жетіспейді де тұрады. Әрекеті де ілгерілемей, бір жұмыстары басқа бір шалалау болып, сондай болып жүреді да. Оны бұлай аксиома деп айтуға болады. Жаңағы келіншектің баласы деген сияқты ғой, Барбектің бір несі бар ғой. Енді анау үзілген тамыры бар ғой. Кесілген тамыр. Кесілген жер бар ғой. Сол жерден оны қайтып жалғайды. Егер ол бала ақылды болып, анау әкесіне барып, сонан әкесімен кәдімгі байланысын үзбей сөйтіп жүретін болса, ана тамыр жалғанады. Ондайлар да көп. Ондайлар да көп жалғанып жатқан. Сол сияқты мысалы қазақтың домбырасы біздің тамырымыз ғой. Күре тамырымыз ғой біздің ол. Балдардың соған үйір болуы, мейлі айтпай қойсын. Бірақ тартуды білуі, ол ертеңгі күні ұлттың жарқын болашағын көрсетеді былай келген кезде. Жаңа үмітіңнен шығып жатқан нәрсе ғой. Жоқ, ол маған қатты өзіме әсер берді. Өз таң қараңғысында ғой, мен ерте шығамын серуенге азанда. Ол енді анау автобуспен басқа жерге қатынайтын болып тұр ғой. Күнде есіктің алдынан өтеді ол бала. Соны артынан суретке де басып алдым, ұяламын мен жариялайын десем. Сол күні бүйтіп не қылсам, ана аялдамада жаңа бала қайта тартып жатыр. Өзі қызығып, жаңа ана несі қанбай қалады ғой, бір кейде бір тартысы. Соны қайта бүйтіп тартып отыр. Сосын сол кезде бір жақсы бір ой келді, үміт келді. Оны енді біздің әкеміз бүйтіп не қылған жоқ, үйреткен жоқ, нота ұстап. Бір әкеміз тартады да қоятын. Содан үйреніп кеттік. Бірақ енді ол жалпы тегінде бар нәрсе бәрі шықпай қоймайды екен. Ал енді жапондардың домбыраңыздан шығады ғой бергі. Жапондар баланы үйірмеге беру үшін біз жаңа базарға апарамыз да, мынау домбыра үйренесің деп апарамыз ғой. Олар бір нәрсеге әбден қызығушылығын анықтайды екен, арнайы мұғалім шақырады.
сол қызығушылығын баланы анықтайды. Жаңағы саксофон ба, скрипка ма, болмаса тағы басқа ма. Сол жаңағы музыкалық құралы анықталған кезде онымен шешесі 6 айдай айналысады екен. Бірақ баланың қолын тигізбеу керек екен. Сонда ана 3 жастағы, 4 жастағы бала ана күнде шешесі скрипка тартады, күнде тартады да жарты сағат қойып қояды. Ана балаға ол арман болады екен ғой. Әбден қолы жетпей анаған ұстайын десе оған запрет. Аңсарын әбден ойып, ана кондициясы келген кезде 6 ай кезде жібереді екен ғой. Екі жүгенді жіберіп, тізгінді жіберді дегендей. Сол кезде ана бала аш қасқырдай үйреніп алады екен, тез үйреніп алу. Сол сияқты енді ол жапондардың методикасы ғой. Бізде де әртүрлі методикамен үйреткен, жаңа басын тістетіп қойып тартқызып. Жалпы Жапон деген халық өте мықты халық. Ақылды халық. Ақылды халық қой. Мына күріші келеді екен да. Күріші оларға 3-4 есе қымбатқа келеді екен. Сатып алса одан 3-4 есе арзанмен сатып алады. Бірақ ананы егеді. Неге десе, бүкіл жаңағы ұлттың сөзі бар ғой, сөздік қоры. Сол күріштің айналасында екен. Содан ажырап қалады, ұрпағымыз ажырап қалады деп, олар жаңағы нәрсені жасайды екен да. Күріштен айырылсақ, сөзден айырыламыз, сөзден айырылсақ, ұлттан айырыламыз деп. Жаңа тістер ақ күріштей, маржандай деп айтады ғой жаңа. Тістер күріштей екен. Осы күні айтып жүр қой балдарға, жастарға. Мына малдан біреулер ана көкпарға қарсы болады, біреулер мен айтам көкпарға қарсы болсақ, онда біздің де тіліміз кетеді. Тіліміз кетеді. Домбыраны тежесек, тіліміз кетеді. Аңшылықтан айырылсақ, тіліміз кетеді. Тайғұлындай тебісіп, ит мысықтай қырылысып, қозлақтай шүйіркілесіп, менімен түйдей құрдас екен деп атады, біреу түйдей құрдас дейді, біреу. Мынау жаңағы аттың жалында, түйенің қолында өскен қазақпыз деп атады. Барлығы теңеуімізде, жасымызда, кейбір ұрсымызда барлығы. Осы енді сайқал деген негізі жануарға байланысты айтылады да, бірақ адамға қолданыла береді ғой. Соны неғып жаңағы түйенікі нерваң 2 жылда бір туады деп, біреулер қатты бір кербезденіп кетсе де түйемен теңейді. Бірақ осы нәрседен біз айырылсақ тіл кетіп қалайын деп тұр. Мына бір кісі ауырып, науқастанып жатып қалады, бір інісі барып көңілін сұрайтын көрінеді. Соны барады, ағасы жаңағы жүдеп кеткен. Ойбай аға, не болды? Итше ырсиып кетіпсіз ғой депті. Ауырып отқан адам шамалы көңілін алып қалған ғой енді. Сөйтсе, ол анау әңгімесін айтып кетіп қалады, одан кейін бір інісі келеді ғой. Сөйтсе, ана інісіне шағымданып жатыр дейді ана. Итше ырсиып кеттің деп айтты. Сөйтіп айтты маған деп. Ой аға, оның несін көңіліңіз қалайсыз сондайды? Тамақты жей берсеңіз, шошқадай болып домаланасыз ғой ертең. Қуанып қалыпты ма сөйтсе. Сөйтсе, ана бірінен өтті деп ойланып отырса, бір құрдасы келіпті. Сосын қалай жағдайың жақсысын ба деп, аман шүкір, жаңа анау келіп, мынандай деді, мынаусы келіп, мынандай деді деген ғой. Сөйтсе құрдасы басынан қойып қапты. Ешек құлағын салпайып, солардан сондай сөз естіп отыра бер деп айтты дейді. Бәрі айналып келгенде сол. Енді жаңа бағанаға айтып жатқаным ғой аға, осы тірі нәрсені балаға беріп жауапкершілік таныту керек. Ана құлыншағыңа қара, ана атыңа су бердің ба, иттің су. Біздің әкеміздің азында келгенде бір өзінің 3 несі бар еді. Бірінші иттің суы бар ма? Екінші малдың суы бар ма? Шілдеде келеді ғой, түсте тамақтанайын деп 1 сағатқа келіп, бірақ 1 сағатта жаңағының барлығын таптинақтай қылып жинап, соны дайындап отырамыз. Жаңағы малдың науасында су тұру керек, астауында шөп тұру керек, ақырында. Сосын иттің суы салқын болып тұру керек. Басқа нәрсе істемесек, сосын шай қайнап тұру керек. Басқа нәрсе істемесек те осы критерийлер сақталып тұрмаса,
біздің үйде кішігірім қазан төңкерісі болатын. Бірақ сол ана нәрсені кейін ақысын түсіндік қой. Енді иттің тілі жоқ, шөлдеп тұрмын деп айта алмайды. Малдың тілі жоқ, мен шөлдеп жатырмын дей алмайды. Бірақ сол енді тірі нәрсенің хақысын беріп үйренген адам жалпы ертең кісін де шөлдетпейді ғой. Әрине. Мынау менің жаңағы келіншегім қарны ашып қалды ма, балам қарны ашып қалды, көршім осы ауырып жатыр еді, сол шөлдеп жатыр, бір су шайын алып берейін деп жүретін адам келеді екен ғой. Осы лайым осы тірі нәрседен айырылмауды бізге нәсіп етсін. Сосын жаңағы рухымызды көтеретін қай кезде де руханияттың бір уғы болып жүрген домбыра ғой бізде. Сол домбырамыз аман болсын. Оның барлығын жігіт болсаң еліңе қызмет қыл деп Тұрмағамбеттен сөзін жеткізетін, жаңағы Төле би айтқандай аузың дуасы жоқ деп, оны барлығы айта алады ғой, бірақ оны жыршының жүрегімен келу керек ол. Жыршының жыраудың жүрегінен шығып, оның тілінен шығып, қалыбынан шығып, бойынан өтіп келсе сол халыққа сіңімді болады. Әйтпесе таппақ жырттап айтатын адам көп, бірақ таңды таңға барып жыр тыңдайтын адамдар аз, айта алатын адамды өкінішке орай аз қалды. Яғни ұлттың рухын суарып, руханиятын суарып жүре беріңіз. Берік аға, Алла сізге күш-қуат берсін, айтарыңыз таусылмасын. Сізге алдымызда шығармашылық табыс тілейміз. Біздің осылай арасында келіп студияның көрігін үрлеп тұрыңыздар. Алла есендік берсін. Келесі кездескенше күніміз нұрлы болсын. Сау болыңыздар. Жалпы көрермен қауымға қоштаспаймыз. Енді елдің ортасында жүрміз, бірақ Бақтиярдың хабары, бүгінгі хабары тәрбиеге арналған жалпы қазақы қоңыр әңгіменің хабары екен. Сондықтан шығармашылық табыс тілеймін. Әрдайым амандықта болайық.